Ана тілім жүрегімсің анамның, ана жүрек мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сен сымаған керегі жоқ ғаламның. Сенің арқаң қанып ішсем тұнықтан, сенің ақарың дүниеден сырықсам. Анашымды ұмытқаным емес пе, ана тілім егер сені ұмытсам. Ана тілің 60 тілге татиды, тіл өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем. Сол әлемде қанатын кеңге жайып ұша білу нағыз бақыт. Жұдырықтай жүрегі ана тілім, елім, жерім деп соғатын ұлтымыз әрқашан жасай берсін. Шапағат Аманжол сондай халқым үшін талмай қызмет етемін дейтін жастардың қатарынан. Қашатайдың алтын уақытын қазақ әдебиетінде өшпес із қалдырған ақын жазушылардың шығармаларымен сусындауына жұмсаған. Бұл елгезек бозбаланың алар асуы әлі алда екені жүйелі сөйлеген сөзінен ақ көрінеді. Шапағат Бел Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті филология факультетінің түлегі атанбақ. Қазір қаламыздағы 30-шы орта мектепте педагогикалық іс тәжірибеден өтуде. Болашақ қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімінің қарқындылығы қара жерге қонбастан қалықтаған қыранның қырағылығындай. Тіл дегеніміз қай халықтың болмасын, кешегі, бүгіні, ертеңгі тағдыр жетамыз. Тіл мен халықтың арасында үлкен байланыс бар. Тілге салғырт қарау дегеніміз халықтың жағдайына, халықтың тағдырына немқұрайлы қарау. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Мырзалиннің қадірі жырлаған, Мырзалиннің қадірі арға теңеген тіл. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімді тілім дедім деп Мұқағали Мақатай 3 бақыттың біреуіне балаған тіл. Туған тілі мәңгі өнеге айдыны деп төрт ананың біреуіне Мұхтар Шахан теңеген тіл ешқашан өшпейді, өсе береді, өне береді. Шапағат Әйтеке би ауданы Әйке ауылында дүниеге келген. Қазіргі кезде отбасымен Ақтөбе қаласының ел қатарлы тұрғыны. Қай жерде қай салада болмасын, адам баласын тәрбиелейтін басты құрал сөзі. Сөздің бүге-шүгесіне дейін анықтап, оқушыларға бар оқыған, тоқыған, үйретіп келе жатқан 30-шы орта мектептің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мұғалімі Жанар апайдың жаңадан тәжірибе жинап жүрген жас жігіт жайлы көзқарасы көңіл көтерерліктей. Жалпы Шапағат жауапкершілігі мол, білімді, жан-жақты, интеллектуалды және де ақын жанды жігіт. Оны даралап айтып кету керек. Өзінің осы ақындығымен жұртқа танылып жүрген бала. Шынымен де Шапағаттың өлең шығаратын ақындық қасиетін айтпай кету мүмкін емес. Әртүрлі тақырыпта қалам тербейтін оның бір шумағының өзі ой тұңғиығына тартатын бір оқиға. О ауылым, көз алдымда өткенім, саған айтар қуанышым көп менің, күзде келді жағана тау басында қорап тұрған шөктерім. Ақын боп ғұмыр кешіру оңай деймісің қарағым, аузында болу бір өзі сыздаған барлық жараның деп талантты ақын Төлеген айтпақшы. Ақын болсын, мейлі ол жазушы болсын, немесе қазақ тілі, қазақ әдебиетінің мұғалімі болсын, келешек елдің кемеңгеріне айналар, тілін, дәстүрін құрметтейтін азаматтар саны көбейе берсін. Қуат Әбілқайыр, Еркебұлан Ідірісов, Қайырлы таң Ақтөбе.